Дейл Карнеги «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері». Бірінші бөлім. Адамдармен тіл табыса білудің негізгі қағидаттары. Бал жегенді ұнатсаң, араның ұясын бұзба. 1931 жылдың 7 мамырында Нью-Йорк қаласының тұрғындары қоғамда үлкен шу туғызған оқиғаның куәсі болды. Полицейлер 2 апта бойы ізгесіп, қос тапанша деген лақап атпен әйгілі болған, есірткі шекпейтін, арақ та ішпейтін атышулы қанішер Кроулидің қолына Уэст-Энд авенюде тұратын нақсүйерінің үйінде кісен салды. 150 полицей мен детектив Кроули жасырынып отырған үйді қоршауға алды. Қылмыскер паналаған пәтер жоғарғы қабатта орналасқан еді. Полицейлер үйдің шатырын тесіп, ішке көзден жас ағызатын газ жібереді. Жақын маңдағы құрылыстардың біріне пулемет орналастырады. Сөйтіп, полицейлерді өлтірумен аты шыққан Кроулиді тұтқындауға тырысады. Нью-Йорктың байлар тұратын аудандарының бірі пулемет пен тапаншаның дауысынан 1,5 сағат бойы жаңғырып тұрған екен. Үлкен үстелдің артына жасырынған Кроули де полицейлерге үздіксіз оқ жаудырып жатты. Зәресі ұшқан 10 мыңдай адам бұл қанды қырғынды үнсіз бақылап отырды. Нью-Йорк көшесінде мұндай оқиға бұрын-соңды болмаған еді. Кроули тұтқындалғаннан кейін полиция комиссары Малрини Кроули Нью-Йорк тарихындағы бұрын-соңды болмаған, адамдарды аяусыз қырған қауіпті жендеттердің бірі деген мәлімдеме жасайды. Ал Кроули өзіне қандай баға берер еді? Полицейлер Кроули жасырынған үйге оқ боратып жатқан кезде ол барша тіршілік иесіне арнап хат жазып кетеді. Оның хатынан жарақатынан аққан қан ізін байқауға болады. Хатында ол өз кеудесінде тынымсыз болғанымен еш адамға зияны жоқ жүрегінің соғып тұрғаны туралы жазады. Осы оқиғадан аз уақыт бұрын қала сыртындағы Лонг-Айлендке баратын жолда Кроули нақсүйермен бірге көлік ішінде көңіл көтеріп отырады. Сол кезде полицей келіп, одан жүргізуші куәлігін көрсетуін талап етеді. Алайда Кроули еш жауап қатпастан тапаншасын алып, терезесін төмен түсіріп, полицейді атып өлтіреді. Көлігінен асықпай шығып, полицейдің тапаншасын алады да қимылсыз жатқан денеге тағы бірнеше рет оқ атады. Міне, осындай қанішер кеудемде тынымсыз болғанымен еш адамға зияны жоқ жүрегім бар деп жазып отыр. Кроулиге электр орындығына отырғызып өлтіру үкімі кесіледі. Синктегі өлім бөлмесіне алып барғанда ол «Мен адамдарды өлтіргенім үшін осылай жазалап жатыр деп ойлайсыз ба? Жоқ. Бұл менің өзімді қорғағаным үшін берілген жаза» деп мәлімдейді. Бұдан шығар қорытынды, Кроули өзінің жазықсыз екендігіне кәміл сенді. Қылмыскерлер үшін ақталу қалыпты жағдай деп ойлайтын боларсыз. Солай деп ойласаңыз, ары қарай тыңдап көріңіз. Мен өмірімнің ең керемет сәттерін адамдардың көңілін аулап, олардың уақытын жақсы өткізуіне көмектесуге арнадым. Қайтарымына не алдым? Тек қорлау мен қудалау. Бұл Чикаго баскесерлері басшыларының ішіндегі ең қауіптісі. Кезінде қоғамның ең басты жауы атанған Аль Капененің сөзі. Аль Капене өзін жазықтымын деп ешқашан ойламаған. Керісінше, ол өзін қоғам қамқоршысы, ешкім бағалай алмаған және түсінбеген қоғам қамқоршысы деп есептеді. Нью-Йорк қарақшыларының оғынан қаза болған голландық Шульц те өзі жайлы осындай ойда болған. Нью-Йорктегі ең қауіпті қылмыскерлердің бірі Шульц журналистерге берген сұхбатында өзін қоғамның ең қайырымды адамдарының бірі деп сипаттайтын. Оның солай екендігіне өзі де сенетін. Осы мәселеге байланысты атақты Синг-Синг түрмесінде көп жылдар бойы бақылаушы қызметін атқарған Луис Лоуспен хат жазысқан едім. Ол хатында түрмеде отырғандардың өте аз бөлігінің ғана өздерін жазықтымын деп есептейтінін айтқан болатын. Қылмыскерлердің ойынша, олар да сіз бен біз сияқты қарапайым адамдар. Олар жасаған қылмыстарын жай бір әрекет ретінде қабылдап, өздерін ақтауға тырысады. Сейфтің құлпын ашуға, шүріппені басуға не итермелегенін түсіндірмек болады. Көпшілігі жалған сенімге сүйенеді де, қоғамға қарсы жасаған іс-әрекеттерін тіптен өз ар-ұяты алдында дақтап алуға тырысады. Сөйтіп,
оларды түрмеге отырғызуға еш себеп жоқ екендігін жарыса мәлімдеп жатады. Ал Капоне, Кроули, Галанттық Шульц сияқты түрмеде отырған баскесерлер өздерін кінәлі деп есептемесе, күнделікті кездесіп жүрген қарапайым адамдар жайлы айтудың өзі артық шығар. Өз атымен аталатын америкалық дүкендер желісінің іргетасын қалаған Джон Уанамейкер былай дейді: мен тіпті осыдан 30 жыл бұрын жоқтан өзгеге бола орынсыз шу көтерудің қажет еместігін түсіндім. Өз кемшіліктерім бастан асып жатқанды, Құдай адамдарға ақылды неге теңдей бөліп бермейді деген сұраққа миымды ашытқым келмеді. Уанамейкер мұны ерте түсінген. Ал мен 100 адамның 99-ы өзінікі қате екенін біле тұра, кінәні неге басқаларға аударуға дайын тұратынын түсіну үшін өмірімнің 30 жылын сарп еттім. Сын айту адамды қорғануға, ақталуға итермелейді. Демек, сын адам үшін аса қауіпті. Олай дейтініміз, сын адамның намысына тиеді, жеке басын қорлайды, жек көру сезімін тудырады. Белгілі психолог Скиннер теріс мінез құлқы үшін жазаланған жан-жануарларға қарағанда, жақсы мінез құлық көрсетіп, сол үшін мақтау алған жануарлар қандай да бір нәрсені тез үйреніп, оны көбірек есе сақтайтын эксперименттері арқылы дәлелдеп берген болатын. Кейінірек жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бұл қасиеттің адамға да тән екені анықталды. Демек, сын түбегейлі өзгеріске бастайды. Керісінше, адам реніш сезімін туғызады. Тағы бір атақты психолог Ганс Селе былай деген еді: біз мақұлдауды қаншалықты қажет етсек, сыннан соншалықты қорқамыз. Сын айтқан кезде адамда пайда болатын реніш сезімі жұмысшылардың, отбасы мүшелерінің және достарыңыздың рухын түсіреді, бірақ жағдайды түзей алмайды. Охлакама штатының Энида қаласының тұрғыны Джордж Джонстон инжиниринг компаниясында қауіпсіздік мәселесі бойынша үйлестіруші қызметін атқарады. Оның міндеттерінің біріне жұмыс уақытында қызметкерлердің каскаларын киіп жүруін қадағалау кіреді. Каскасыз жүрген жұмысшыларды көрген кезде Джордж оларға өктемдік көрсетіп, каска кимедіңдер деп айқайға басатын. Жұмысшылар оны жек көретін. Ол кете салысымен каскаларын қайта шешіп тастайтын. Ол түрлі тәсілдерді қолданып көрді. Бір жолы каскасыз жүрген бір топ жұмысшыдан касканың ыңғайсыздығына байланысты оны кимейсіздер ме деп сұрап та көрді. Сосын оларға касканың түрлі зақымданудан қорғайтынын жай ғана ескертіп, оны шешпей үнемі киіп жүру қажеттігін түсіндіреді. Нәтижесінде жұмысшылар ренжіместен қауіпсіздік шараларын сақтайтын болды. Сынның аса пайда келе бермейтінін тарихта болған оқиғалардан да көптеп көре аламыз. Теодор Рузвельт пен президент Тафт арасында болған атышулы дауды мысалы ретінде айтуға болады. Бұл дау ақш республикалық партиясының екіге бөлінуіне, Вудро Вильсонның Ақ үйге келуіне, Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде айтылған батыл да айбынды пікірлер арқылы тарихтың түбегейлі өзгеруіне түрткі болады. Деректерге көз жүгіртіп өтейік. 1908 жылы президенттік мерзімі біткен Теодор Рузвельт президенттікке 3-ші рет түсуден бас тартады. Уильям Тафттың президент болып сайлануына барлық жағдайды жасайды. Өзі аң аулауға Африкаға аттанады. Африкадан келген кезде ол елдеп жағдайды көріп ашудан жарыла жаздайды. Тафттың жүргізген саясатына көңілі толмай, оны консерватор деп айыптаған Рузвельт 1912 жылы 3-ші рет президент сайлауына түспек болады. Алайда, республикалық партия тарапынан қолдау таппайды. Сайлауға түсу үшін ол жаңадан ақш прогрессивті партиясын құрып, бұрынғы республикалық партияны екіге бөліп жібереді. Сөйтіп, сайлау кезінде небәрі 2 штат, Вермонт пен Юта штаттары ғана Уильям Говард Тафт пен республикалық партияны қолдайды. Партия тарихында мұндай масқара жағдай бұрын-соңды ешқашан болмаған еді. Теодор Рузвельт болған жағдайға Тафтты жазғырды. Алайда, президент Тафт өзін кінәлі санады ма? Жоқ. Әрине, көзіне жас ала отырып, ол басқаша не істеуге болатынын білмеймін деген еді. Шындығында олардың қайсысы кінәлі? Рузвельт пе, Тафт па? Мен оны білмеймін, білгімді келмейді. Айтқым келетіні, Теодор Рузвельттің сыны Тафттың іс-әрекеті бұрыс екенін дәлелдей алған жоқ. Бұл тек Тафттың өзін ақтауға тырысып, басқаша не істеуге болатынын білмейтін деп қайталап айта беруіне ғана әкелді.
Типпот-доум мұнай қорына байланысты орын алған жанжал да осындай жағдайдың тағы бір көрінісі. Бұл жайлы 1920 жылдардың басында газеттер жарыса жазған болатын. Америка қоғамында бұрын-соңды болмаған бұл жағдай ұлт үшін үлкен соққы болды. Осы жанжалға байланысты нақты мәліметтер келтіре кетейін. Гардинг үкіметінің ішкі істер министрі Альберт Фолға болашақта әскери теңіз флотында пайдалану мақсатында сақтап қойған Элк-Хилл мен Типпот-доум аймағындағы мемлекеттік мұнай қорын жалға беру шартын жасау міндеті жүктеледі. Фол саудада бәсекелестігін ұйымдастыра алды ма? Жоқ. Ол мұндай майлы да пайдалы келісімшартты бірден өзінің досы Эдвард Дойнге ұсынады. Дойни не істеді? Ол министр Фолға несие деген атпен $100,000 ақша аударды. Ал министр Фол ақш теңіз жаяу әскеріне көрсетілген аймаққа келіп, Элк-Хилл кен орнын мұнайын шығарып жатқан бәсекелестіктерді қуып шығу туралы бұйрық береді. Мылтық пен сүңгінің күшімен өз аумақтарынан заңсыз қудаланған бәсекелестер сотқа жүгіріп, Типпот-доум дауы басталады. Дау әбден ушығып, Гардинг үкіметінің құлауына келді. Қоғам жеркенішін тудырды және республикалық партияның беделін төмендетті. Ал Альберт Фол түрмеден бір-ақ шықты. Фолға сауыр жаза кесілді. Мұндай жаза кесілген адамдар бұл қоғамда көп емес шығар. Сол Фол жасаған істеріне өкінді ме? Жоқ. Онда мұндай сезім ешқашан болған емес. Бірнеше жылдан кейін сөйлеген сөзінде Герберт Гувер президент Гардингтің өліміне оның досының сатқындығы мен осыдан кейінгі президенттің психологиялық жай-күйі себеп болғанын атап өтеді. Мұны естіген Фолдың әйелі орнынан атып тұрып, не? Фол Гардингті сатып кетті дейсіңдер ме? Мүмкін емес. Менің күйеуім ешқашан ешкімге сатқындық жасап көрмеген. Үйге алтын толтырып берсе де күйеуімнің арамдыққа баруына себеп бола алмайды. Керісінше, адамдар оған сатқындық жасап, өлімге итермеледі деп ышқына айқайлайды. Жағдай осы. Бұл өзінен басқаның барлығын кінәлі етуге дайын тұратын адам табиғатының шынайы сипаты. Барлығымыз да сондаймыз. Олай болса, біреуді сынамас бұрын Аль Капоне, Кроули, Альберт Фолды еске түсіргеніміз абзал. Сынның пошта көгершіні сияқты әрқашан өзіңе қайтып келетінін ұмытпаған жөн. Сынағалы немесе кінәлағалы тұрған адамымыз өзін ақтап алуға тырысып қана қоймай, өзіңді жазғыру да мүмкін. Ал тіпті өзін ақтап ала алмаса, Тафт сияқты басқаша қалай болуы керектігін елестете алмаймын деуі мүмкін. 1865 жылдың 15 сәуірінде Джон Уилкс Буттың оғынан жаратыланған Авраам Линкольн Форд театрына қарама-қарсы орналасқан үйінің жатын бөлмесінде өлім халінде жатты. Төсегінің бас жағында Роза Вонердің ат жәрмеңкесі атты атақты шығармасының көшірмесі ілулі тұрған еді. Сол кезде өліп бара жатқан Линкольннің жанында тұрған қауіпсіздік министрі Стентон былай деген еді. Мұнда бұл әлемде бұрын-соңды болмаған мінсіз көсем жатыр. Линкольннің адамдармен қарым-қатынаста осындай жетістікке жетуінің құпиясы неде? Мен Авраам Линкольннің өмірбаянын 10 жыл бойы зерттеп, соның 3 жылын бізге беймәлім Линкольн деген кітап жазуға жұмсадым. Бұл Линкольннің жеке және отбасылық өмірін барынша тереңде, жан-жақты зерттеген еңбек болды деп нық сеніммен айта аламын. Осы уақыт аралығында мен Линкольннің адамдармен қалай тіл табыса білгенде мұқият зерделеп шықтым. Ол адамдарды сынады ма? Сынағанда қандай? Жас шағында Индиана штатының Пиджен Крик елді мекенінде тұрғанда, ол айналасындағыларға сын айтып қана қоймай, оларды келекелеп хат жазып, әжуалап өлең арнап, адамдар көп жүретін жолға тастап кететін. Осындай хаттардың бірі оны өмір бойы ұмытылмастай ыңғайсыз жағдайда қалдырған еді. Тіпті Иллинойс штатындағы Спрингфилдте заңгер қызметін атқарып жүргенде де Линкольн қарсыластарына өз қарсылығын ашық білдіргелі түрлі хаттар жазып, газет беттерінде сынайды. Мұндай іспен оның өте көп айналысқанда құпия емес. 1842 жылдың күзінде ол Спрингфилд журналына бүркеншік атпен хат жазып, Джеймс Шилд деген атаққұмар, даңғой саясаткерді мазақ етеді. Бұл бүкіл бір қаланы күлкіге қырық қылады.
Көңілшек болғанымен өте намысқой. Шилдс ашудан жарылуға шақ қалады. Хатты кім жазғанын білген кезде ол атына қарғып мініп Линкольнге шауып келеді де оны жекпе-жекке шақырады. Линкольн бұл ұсынысты аса құптай қоймайды. Алайда жекпе-жекке шығу абыройын сақтап қалудың бір ғана жолы еді. Қаруды таңдау еркі берілген кезде ол қол ұзын болғандықтан әскери семсерді таңдап, Уэст-Пойнт түлегінен семсерлеуден бірнеше сабақталады. Келісілген күні өлімге бел байлаған Шилдс пен Линкольн Миссисипидің құмды жағалауына кездеседі. Олардың қай-қайсысы да өліспей беріспеуге дайын еді. Алайда соңғы сәтте олардың секунданттары араға түсіп дуэльді тоқтатады. Бұл Линкольннің өміріндегі ең сорақы, әрі ерекше сабақ болған оқиға еді. Бұдан кейін ол адамдардың намысына тиетін хаттар жазуын тоқтатты. Ешкімді мазақтап келемеждейтін болды. Сол сәттен бастап ол ешкімге ешқашан сын айтпаған екен. Азаматтық соғыс кезінде Линкольн Потамак армиясының да генералдарын бірінен соң бірін ауыстырумен болды. Маклеллан, Поп, Бернсайд, Кухер, Мид сияқты қолбасшылардың өздері міндеттерін дұрыс атқара алмай Линкольнді тығырыққа тірейді. Елдің көбі қабілетсіз генералдарды қатаң жазғырғанымен Линкольн арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей үнсіз отырды. Оның негізгі ұстанымы сен тимесең, мен тимеді. Линкольн ханым мен басқалары оңтүстікте тұратын адамдарды қатты сынға бастағанда, Линкольн мырза олар да жазғырмаңдар. Мұндай жағдайда біз де осындай күйді бастан кешірер едік деп басу айтады. Шындығында біреуді сынау керек болса, Линкольн да бұған себеп жетіп артылар еді. Бір ғана мысал келтірейік. 1860 жылдың шілденің алғашқы 3 күнінде Геттисберг үшін шайқас болды. Шілденің 4-іне қараған түнде қалың қою тұманмен жағаласа келген нөсерлі жаңбырдың астында қалған генерал Ли оңтүстікке шегінеді. Жеңіліске ұшыраған армиясынан қалған азғантай әскерімен Потамак өзеніне жеткен генерал Ли екі оттың ортасында қалады. Алда буырқанып тасыған өзен, артқа өкшелей қуып келе жатқан одақтастар әскері. Генерал Ли тұзаққа түскендей күй кешеді. Бұл жағдайды жақсы түсінген Линкольн тығырықтан шығар жол тапқандай болды. Ол Лидің армиясын тұтқындап, осылайша соғысты аяқтау еді. Сөйтіп, ол Мидке әскери кеңес шақырмай, Лиді тез арада тұтқындауды тапсырады. Линкольн Мидке берген бұйрығын алдымен телеграмма арқылы жіберіп, соңынан арнайы шабарман жазбаша бұйрықты Мидтің қолына тапсырады. Генерал Мид сонда қандай шара қабылдады деп ойлайсыз? Ол өзіне берілген бұйрықты орындамайды. Ол аздай. Мид Линкольннің бұйрығын бұза отырып әскери кеңес шақырады. Мид қиналады, шешімін бірнеше рет өзгертеді. Бұйрықты орындамау себебін шамасынша түсіндіруге тырысады. Қалай болғанда да Лимен соғыспау үшін ол түрлі сылтау ойлап табады. Ақыры су төмен түсіп, Лидің армиясы өзен арқылы шегінуге мүмкіндік алады. Линкольн ашудан жарыла жаздайды. Бұл қайткендерің деп айқайлайды. Ол ұлы Робертке, о құдайым-ау, бұл не қылғаны, сәл шыдасақ олар біздің құрығымызға өздері келіп түсер еді ғой. Неге менің айтқанымды армия қаперіне ілмедіңдер? Мұндай жағдайда кез келген генералы Лиді жеңер еді ғой. Сол жерде болғанда оны өзім-ақ жермен жексен етер едім. Сағы сынған Линкольн Мидке төмендегі хатты жолдайды. Бұл кезде Линкольн өте сақ, әр сөзін ойланып барып айтатын жаста болғандығын есе шығармаңыздар. Олай болса, 1860 жылы жазылған Линкольннің бұл хаты әскери адамға қатаң шарамен пара-пар. Сонымен хатқа келсек, аса қадірменді генерал, Лиге байланысты оқиғаның салдары қандай болатынын сіз түсінбедіңіз-ау деп қорқамын. Оны тұтқындау еш қиын емес, және соңғы жетістіктерімізді ескерер болсақ, оны түрмеге қамау арқылы біз соғысты тоқтатар алар едік. Өкінішке қарай, әлі қанша соғысарымызды ешкім тап басып айта алмайды. Өткен дүйсенбіде сіз Лиді у-шусыз қолға түсіре алмадыңыз. Олай болса, сол кездегі әскеріңіздің тек 3-тен 2-сі ғана қалғанда өзеннің оңтүстігін қалай жаулап алғалы отырғаныңызды түсінбеймін. Бұл жағдайда сізді жеңіске жетеді-ау деп ақымақтық болар еді. Енді сіз жағдайды өзгерте алады дегенге өз басым сенбеймін. Қолдағы мүмкіндіктен айырылдыңыз. Бұл мені қатты қапаландыруда. Генерал Мид бұл хатты оқыған кезде қандай күйде болды деп ойлайсыз? Ең қызығы, Мидтің қолына бұл хат жетпеді. Өйткені Линкольн оны Мидке жібермеді. Тек Линкольн өлгеннен кейін ғана бұл хат басқа қағаздардың арасынан табылған еді.
Менің ойымша, қайталап айтам, бұл тек менің ғана ойым. Линкольн терезеден сыртқа қарап тұрып, өз-өзіне былай деген болуы керек. Сәл сабыр сақта, асығудың қажеті жоқ. Ақ үйде отырып МИТке шабуылдауға бұйрық беру маған оңай. Өзімде МИТ сияқты Геттисбергке болсам, МИТтің соңғы аптада көрген қантөгісін көрсем, жаралылар мен өлім аузындағылардың құлақ тұндырардай қиналысы мен ыңырсуын, ойбайын бастан кешкен болса, мен де шабуылды онша қаламаған болар едім. Генерал МИТ сияқты жүрексіз болсам, мен де мүмкін дәл солай жасаған болар едім. Болар іс болды. Бұл хатты жіберсем, өзімнің көңілім жай табар, алайда бұл МИТті өзін ақтауға итермелейді. Хат қолына тиісімен ол мені кінәлауға көшеді. Нәтижесінде арамызда реніш туып, оның командир ретінде беделінің түсуіне, тіпті армиядан кетуіне түрткі болуы мүмкін. Сөйтіп, жоғарыдағы айтып өткенімдей, қатаң сын мен жазғыру үнемі оң нәтиже әкеле бермейтінін жақсы білетін Линкольн бұл хатты сол бойы тартпасына салып қойған болар. Қандай да бір шешімі қиын сұраққа тап болғанда, президент Теодор Рузвельт Ақ үйдегі жұмыс үстелінің артында ілулі тұрған Линкольннің үлкен портретіне көз салып, менің орнымда Линкольн болғанда не істер еді, мәселені қалай шешер еді деп өзіне сұрақ қоятын. Олай болса, біреуге сын айтқыңыз келсе, қалтаңыздан $5 банкнотты шығарып, ондағы Линкольннің суретіне қараңыз да, өзіңізден бұл жағдайда Линкольн не істер еді деп сұраңыз. Олай болса, адамдарды жазғырудың орнына оларды түсінуге тырысайық. Олардың қандай да бір қадамға неге барғанының себебін біліп көрейік. Сынға қарағанда оның пайдасы көбірек болмақ. Ал бұл өз кезегінде жанашырлыққа, төзімділікке және қайырымдылыққа бастайды. Бәрін білу дегеніміз, бәрін кешіру деген сөз. Доктор Джонсон былай деген еді. Құдайдың өзі адам о дүниелік болғанға дейін оны жазғырудан аулақ болуға шақырады. Олай болса, сіз бен бізді неге елді сынауға құмарымыз? Бірінші қағида: сынамаңыз, кінәламаңыз, шағымданбаңыз. Адамдармен тіл табыса білудің басты құпиясы. Жер бетінде адамның қандай да бір істі атқаруына түрткі болатын бір ғана жол бар. Сол жайлы ойлап көрдіңіз бе? Иә, қателеспедіңіз. Бір ғана жол, ол адамға қандай да бір істі өз қалауымен орындату. Есіңізде болсын, басқа жолы жоқ. Әрине, тапанша кезеп тұрып, біреудің қол сағатын немесе әмияны тартып ала аласыз. Қол астыңыздағыларды жұмыстан шығарам деп қорқытып, мәжбүрлі түрде іске жұмылдыруға болады. Балаңызға да шыбықтың күшімен айтқаныңызды істете аласыз. Алайда, мұндай жағымсыз тәсілдердің салдары да жағымсыз болатынын ұмытпаған жөн. Адамға қандай да бір іс-әрекетті жасатудың жалғыз жолы оның қалауын орындау. Ал адам нені қалайды? Зигмунд Фрейдтің ойынша, қандай да бір іс-әрекетке түрткі болатын екі-ақ себеп бар. Оның бірі жыныстық құмарлық болса, екіншісі ұлық болсам деген құлшыныс. Американың сұңғыла философтарының бірі Джон Дью бұл ойды сәл басқаша жеткізеді. Оның пікірінше сүйенсек, адамзат үшін ең басты нәрсе маңызды болуға деген құштарлық. Есіңізде болсын, маңызды болуға деген құштарлық. Бұл өте маңызды. Кейінірек бұл мәселеге тағы қайтып ораламыз. Сонымен сіз нені қалайсыз? Сіздің қалауыңыз онша көп емес. Алайда сол аз ғана қалауыңызға қол жеткізу үшін сіз ештеңеден аянып қалмайсыз. Мысалы, сіз қалайтын дүниелерге төменгілерді жатқызуға болады. Денсаулық пен қауіпсіздік, тамақ, ұйқы, ақша және оған сатып алатын бұйымдар, болашаққа деген сенімділік, төсек ләззаты, балаларыңыздың аман саулығы, өзіңізді маңызды сезіну. Әдетте бұл тілектердің біреуінен басқасының барлығы орындалады. Алайда ұйқы мен тамақ сияқты орындала бермейтін бір нәрсе бар. Ол Фрейд ұлық болсам деген құлшыныс деп атаған, ал Дью маңызды болуға деген құштарлық деп ат қойған қалау. Линкольн өзі жазған бір хатын мақтауды сүймейтін адам жоқ деп бастаса, Уильям Джеймс құрметке бөленсем деген құштарлық адамзат баласына тән құбылыс деген оймен бөліседі. Байқадыңыз ба? Ол адамның жай ғана ықыласы немесе қалауы туралы айтып отырған жоқ. Оның айтпағы құштарлық. Кез келген адам өз ортасында маңызды болғысы келеді. Адамның осынау табиғи қажеттілігін қанағаттандырған адам төңірегінде билігін жүргізе алады. Ондай кісі қайтыс болған күннің өзінде тіпті көр қазушының көңілі босайды. Кісінің қадірі, яғни оның маңызы адамды хайуаннан айырып көрсететін басты қасиеттердің бірі. Мысал келтіріп көрейік.
Бала кезімде Миссуридегі фермамызда әкем дюрок джерси тұқымды шошқа бағып, асыл тұқымды ақбар сиыр өсіретін. Сол шошқалар мен сиырларды орталық батыстағы ауыл шаруашылық көрмесі мен жәрмеңкелерінде үнемі көрсетіп отыратынбыз. Тіпті жинаған ұпайымыз бойынша жүлделі орындарды жеңіп алған кездеріміз де болды. Әкем әлгі жүлделерін боз матаға тағып, қонақтар мен достары келгенде мақтанышпен көрсететін. Ол жүлделерін көрсетіп жатқанда мен боз матаның бір жағын ұстап тұратынмын. Шошқалар үшін олардың қандай сыйлық алғаны еш қызық емес еді. Ал әкем жайлы олай деп ойламаймын. Бұл жүлделерге қарап ол өзінің қаншалықты маңызды екенін сезінгендей болатын. Ата-бабаларымызды осындай жалындаған құштарлық болмағанда өркениетке жете алмас едік. Онсыз хайуаннан біздің еш айырмашылығымыз болмас деді. Маңызды болуға деген осы ұлы құштарлық өзі білімсіз, өзі кедей көкөніс сатушысын кезінде 50 центке сатып алған, оны-мұны ұсақ-түйекке толы бөшкенің түбінен тауып алған заң мен құқық туралы кітапты бас алмай оқуға итермелейді. Бұл саудагердің кім екенін шамалап отырған боларсыз. Ол Линкольн. Диккенстің өлмес әдеби мұра қалдыруына түрткі болғанда өзінің маңыздылығын сезінуге деген құштарлық болатын. Осындай құштарлықтың арқасында Кристофер Рен симфониясын тасқа қашап жазып кетті. Рокфеллерді сан жетпес миллиондарды табуға итермелегенде тура осы құштарлық. Қалаңыздағы ең бай адамның қажетін артығымен өтейтін үй салуына түрткі болғанда дәл осы құштарлық болатын. Маңыздылығыңызды сезінуге деген құштарлық қана сізді ең соңғы үлгідегі киім алып, қымбат көлік мінуге, балаларыңыздың қандай ақылды екенін мақтан айтуға итермелейді. Дәл осы құштарлық көптеген ұл-қыздардың қарақшылық топ құрып, қылмысқа баруына себеп болады. Нью-Йорктың бұрынғы полиция комиссары Малрунидің айтуынша, кез келген жасөспірім қылмыскердің егісі тым асқақ еді. Сондықтан да болар, түрмеге түсе салысымен олар бірден өздері туралы жазылған газеттерді сұратып алғызады. Өздері туралы жазылған хабарларға қарап, олар өздерін батырлардай сезінеді. Түрмеде өткізетін уақыт айтарлықтай ұзақ болғандықтан, олар камерасын атақты спортшылардың, кино жұлдыздардың, саясаткерлердің суреттермен безендіріп, өздерінің оларға қатты ұқсайтынын айтып мақтанумен күн өткізеді. Егер сіз маған маңызыңызды не арттыратынын айтып берер болсаңыз, мен де сіздің кім екеніңізді айтып бере аламын. Сізді қандай мақтаныш сезімі кернесе, сол сіздің мінезіңізді қалыптастырады. Басқалардың назарын өздеріне аударып, аяушылық сезімін туғызу үшін кей адамдардың өздерін шарасыз етіп көрсететін кездерде болып жатады. Мысалы, Мак-Кинли ханым ол өзінің маңызын сезінгісі келетіні соншама, күйеуі ақш президентінен мемлекеттік тығыз шаруасын ысырып тастап, өзін ұйықтату үшін бірнеше сағат бойы құшақтап қасында отыруын өтінетін. Басқалардың көңілін өзіне аудару үшін тісін жөндеткенде де күйеуін қасына тұрғызып қоятын. Бірде күйеуі оны тіс дәрігеріне жеткізген соң, мемлекеттік хатшы Джон Хеймен шұғыл мәселелерді талқылауға келеді. Ал мұның соңы естен кетпес ұрысқа ұласады. Жазушы Мэри Робертс Райнхарттың өз маңызын сезініп, өзіне назар аударту үшін науқас адамның кейпіне енген жас әйел туралы айтып берген есімде. Бірде деп әңгімесін бастаған еді Райнхарт ханым. Бұл әйел оның жасына байланысты мүлде өзгертуге келмейтін ақиқатпен бетпе-бет келеді. Жалғыздыққа мойынсұнғысы келмегенімен, тұрмысқа шыға алмайтынын түсінген болған, ол төсегінен тұрмай 10 жыл бойы жатып алады. Осы уақыт ішінде әйелдің кәрі анасы бірінші қабат пен үшінші қабат арасында ары-бері жүгіріп, қызына тамақ тасып, оны күтумен болады. Күндердің бір күнде анасы да қартайып, о дүниелік болады. Бірнеше күн бойы жалғыз жатып, әбден қарны ашқан әйел ақырында орнынан тұрып, киімін де киеді, қалыпты адамдардың тірлігіне де кірісіп кетеді. Кей мамандардың пайымдауынша, мына қатыгез өмірде қолы жеткізе алмаған биігіне тым болмағанда, қиял әлемінде жету үшін адамдар шынымен де ақылынан адасатын жағдайға жеткен. Америка құрама штаттарын мысалға алар болсақ, онда психикалық ауытқуға шалдыққан адамдардың саны басқа барлық ауру түрлерінен салыстырғанда әлде қайда көп. Адамдардың осылайша ақылынан алжасуына не себеп? Бұл сұрақтың жауабын ешкім де дөп басып айта алмайды. Мерез сияқты кейбір ауру түрлері ми жасушаларын зақымдап, психикалық ауытқуға алып келетінін барлығымыз да білеміз. Расымен де психикалық аурулардың тең жартысы мидың зақымдануы, ішімдік, улану және түрлі жарақаттардың салдарынан пайда болады. Ал ауытқудың ең сорақы
түрі деуге болатын қалған 50%-дің ми жасушаларының еш қатысы жоқ. Көптеген психикалық науқас адамдар жан тәсілім еткеннен кейін ең күшті микроскоптардың көмегімен олардың ми жасушаларының сіз бен біздікі сияқты сап-сау екендігін анықтаған. Олай болса, бұл адамдар неліктен ақылдан алыс жасады? Мен бұл сұрақты маңдайалды психиатрия ауруханаларының бірінің бас дәрігеріне қойған едім. Сонда осы саладағы сыйлықтардың барлығына қол жеткізген бұл дәрігер адамдардың неліктен ақылынан адасатынын білмеймін деп жауап берген болатын. Оның ойынша, бұл адамдар күнделікті өмірде қадірін біліп, маңызын асырып отыратын ортасы болмаған соң есінен адасады. Сосын ол маған мына жағдайды әңгімелеп берді. Бір пациентім тұрмысқа шығып, оның соңы қайғылы жағдаймен аяқталған еді. Оған керегі махаббат, төсек ләззаты, балалары мен әлеуметтік жағдайының жоғары болуы ғана еді. Алайда өмір оның бар үмітін тас-талқан етті. Күйеуі оны сүймеді, тіпті ол әйелмен бір дастархан басында тамақ ішуден бас тартып, тамағын өз бөлмесінде ішетін. Байғұс келіншек бала да туа алмады, қоғамда да өз орнын таппады. Сөйтіп ол ақылынан адасты. Қиялында күйеуінен ажырасып, қыз күніндегі тегін қайтардым деп ойлады. Қазір ол өзін ағылшын аристократына күйеуге шықтым деп ойлап, өзін Смит ханым деп шақыруын сұрайды. Ал балаға келсек, ол түн сайын бір баладан туып отырмын деген ойда. Оған келген сайын маған ол өзінің түнде балалы болғанын айтып сүйінші сұрайды. Осылайша, өмір деген дарияның дүлей толқындары оның армандарын ақиқат құздарына соғып быт-шыт қылды. Алайда, алжасудың қиялы әлемінде оның желі қайығы армандары аралына қарай жылжып келеді. Нағыз трагедия осы емес пе? Шынымды айтсам, білмеймін. Оның дәрігері маған былай деген еді. Қолымнан келсе де мен бұл әйелді емдеп жазбас едім. Өйткені осы күйде ол өзін өте бақытты сезінеді. Кейбір адамдар өз маңызын сезіне алмағандықтан есінен адасып жататындарын ескерер болсақ, олардың қадірін біліп, жылы сөз айтып, қолдап, қуаттап отырсаңыз, қандай керемет болатынын елестете беріңіз.